Біздің қазақта айтып жатады ғой, ата анаң жынды болса байлап бақ деп жатады, иә. Бірақ өкінішке орай қазіргі таңда біздің қазақ жастарының арасында да бата алмақ түгілі ата аналарына күш жұмсап, жаңағыдай тіпті өліміне де себепкер болып жатырған жандар табылып жатыр. Енді осы жайлы бір айта кетсеңіз, жалпы ата ананың батасы баланың өмір жолына қалай әсер етеді? Енді қараңыздаршы, адам қалай дүниеге келеді? Қалай дүниеге келеді? Шешесі, әкесі қосылады, сол жерде сіз пайда болдыңыз. Әке шешенің ішінде не жатыр? Оның қандай бұл өмірде тағдыры болды? Қандай күй кешті? Соның барлығы, әке мен шешенің болған дүниелердің барлығы, ол сіздің ДНК-ңызда сақталады. Сіздің құрылымыңыз, ішкі жан дүниеңіз сонымен басқарылады. Бізде айтады ғой, ой, анау әкесіне тартқан, мынау шешесіне тартқан, аумай істейді екен, ананы былай істейді екен деп қазақтар. Ол неге үйтіп істейді? Ол неге солай істейді, солай айтады? Өйткені ол әке шешенің ішінен келіп тұрған ДНК-ның коды жұмыс істейді адамда. Ол тағдыр қайталау деген болады. Бізге берген олардың қиыншылықтары бізге беріледі кей кезде басқа қиыншылықтармен. Сол сияқты егер ішіңізге, жан дүниеңізде әке шешеңіздің нағыз шынайы батасы болмаса, онда сіздің ішкі құрылымыңыз, сіздің түйсігіңіз сізге қарсы жұмыс істеп жатыр деген сөз. Ол қиыншылықтан шыға алмайды ондай адам. Ол бата сөзбен де берілуі мүмкін, үнсіз де берілуі мүмкін. Бізде қазақта әке балаларға қатал болған. Оның батасы тек қана рухпен берілген. Ол сөзбен емес, ол рухпен береді. А шешенің батасы ол сіздің мейіріммен беріледі. Вот екі түрлі бата. Әке мен шешенің батаның айырмашылығы сол жерде. Біреулер айтып жатады, мен әкемнен сондай мейірімсіздік көрдім, мен сондай қаталдық көрдім, менің өміріме кедергі әсерін тигізіп жатыр. Жоқ. Қазақта әкенің батасы қатал жүреді, рухпен жүреді.